Қантты өлшеп саламыз, май саламыз, бал саламыз. Барлығын өлшейміз. Қайнап тұрған судың үстіне водяная баняға қойып, жақсылап араластырамыз. Сода саламыз. Жақсылап араластырамыз. Көпіргенге жеткізбей, судан аламыз. Екі жұмыртқаны бөлек-бөлек саламыз, жақсылап араластырамыз. 3 бөлікке бөліп, ұн саламыз, жақсылап араластырамыз. Жұмсақ, қолға жабыспайтын әдемі қамыр жасаймыз. Оны пакетке салып, холодильникке салып қоямыз. Кішкене мұздатып, 20-30 минуттан кейін аламыз. Кейін жаямыз. 2 мм-дей қылып жайып, осылай жүрек. Кез келген форманы кесіп аламыз. Енді кремін жасаймыз. Сахарная пудраны өлшейміз. Творожный сыр. Жақсылап миксерлейміз 5 минуттай. Сосын сливки қосамыз. Жақсылап миксерлейміз 5-7 минут. Менде 805-ші насадка. Жақсылап араластырып аламыз. Осындай шұңғыл ыдысқа пакетімізді салып, ішіне крем саламыз. Сосын тортты осылай әсемдейміз. Менің пакетім жыртылып қалды. Сол себепті осы зип пакетті қолдандым. Енді торттың декорын жасаймыз. Ол үшін бізге осындай гүлдер қажет. Әрбір гүлді осылай пищевая пленкамен орап шығамыз. Ол гигиена үшін. Әрбір гүлді осылай ашып, тортқа осылай кіргіземіз. Мята жапырақтарын да қосамыз. Мен малинамен әсемдедім. Осындай әдемі, сүйкімді, қыздарға арналған, аналарға арналған, жалпы әйел адамдарға арналған әдемі торт шықты. Лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар, колокольчик қойып қойыңыздар. Рахмет!